Мына жерде өзімде ішінде міне 2 подштанник бар. Бүгін күн енді почти 40 градус қой, желмен 51 бірдеңе көрсетіп тұр. Мынандай үшіншісін киіп алдым, қазір өйткені желден өтіп кетеді. Велосипедпен мынау екінші қысым. Негізі велосипедпен где-то бір 8 жылдай жүрген шығармын енді толығынан. Енді бұрында көбінесе жазда жүрдім. 30 градустан асқанда велосипедпен жүрген адамды көрген кезде кейбіреулер таң қалады, бүйтіп қарайды. Біреулер шопырлар бүйтіп көрсетеді, біреулер бүйтіп көрсетеді, басың істей ма деп, қатасың ғой деп. Енді оны өзім бүйтіп қатты көңілге алмаймын, өйткені ол әркімнің өз жұмысы ғой. Осы жылы мен 2 адамды көріп тұрамын, өзім тұратын үй жақтан. Түрлерінен танымаймын, бірақ мен іздерінен көріп тұрамын да. Мен алдында өткен, немесе мен жұмыстан келе жатқан кезде сол кісілердің іздерін көрем, бірақ әлі бұлай кездеспедім. Жазда мен жолдың бойымен жүрем, жолдың шетіменен, бордюрдің шетімен. Ал қыста адамдар жүретін пешеходный зонамен жүрем, енді асықпай, ешкімді баспай. Өйткені жолдың шетімен қар көп болады, жүру ыңғайсыз. Сол қыста енді қатты қар жауған кезде, көбінесе қатты түнде қар жауатын болса, таңертең коммуналдық енді коммунальный служба қарды жөнзу тазаламай қалады. Сол жерде кішкене ыңғайсыз болады, өйткені тізеден асатын қар болады. Сол жерден бүйтіп велосипедті көтеріп өтемін, сондай болады жағдайлар. Где-то 6,5 километрдай ары қашықтық, жобамен айтқанда. Жүру әртүрлі болады. Кейбір кезде жарты сағатта жүрем, қыста 30-35 минутта жетуі мүмкін. Ол желге байланысты. Жел егерде қарсы болса, қатты жел болса, онда 50 минутке дейін жүру мүмкін. Мен неге вообще велосипедпен жүреді деп сұраған кезде, мен айтам, мен автобуспен жүргім келмейді. Неге десеңіз, мен қазір айтып берейін. Біріншіден автобусты күткен кезде аялдамада 30-40 минут тұрып қалуы мүмкін. 20 минут тұрасыз, автобус келеді, час пик дейді ғой, автобус есігі ашылған кезде адам кірмейді, ішіне сыртынан шығып атады. Оның ішіне кіре алмайсыз. Сосын екіншіден, сол тосқан кезде сіз уақыт жоғалтасыз да тоңасыз. Сосын үшіншіден, ол автобусқа кіргеннен, оның ішінде біреу түшкіреді, біреу жөтеледі, соның үшін өзінен бір ауру жұқтыруға болады. Сосын тағы да бір фактор бар, оның ішінде ақша төлеу керек, тегін емес деген. Ал велосипедпен жүрген кезде мен білем, нешеде шығам, нешеде жетем, дәл уақытын білем. Қатты аязда автобус сынып қалады, аялдамада ұзақ тұрып қалам деген ондайды ойламаймын. Сосын тегін енді денсаулыққа зиян или пайда деп айта алмаймын, енді медик болмағаннан кейін. Бұлайын өзім білем, нешеде шығып, нешеде жететімді, соның бәрін білем да. Қимылдаған кезде, велосипедпен жүрген кезде адам тоңбайды. Киім, мынау велосипедқа арнайы киім. Бұл қатты жылы емес, мына жақ жаны жел өткізбейді. Мына жері, адам терлесе, тері осы жерлермен шығады. Бұл велосипедпен қыста жүрген кезде дұрыс киіне білу керек. Бір қалың куртка кигенше, онда 2 жұқа кофта киіп, үстіне осындай бір ветровка дейді ғой, сонда киген бірнеше қабат-қабатпен кию керек. Сонда жақсы болады. Аяғында кәдімгі қысқы ботинка, перчатки кәдімгі. Жоқ, таңбаймыз. Кәдімгі шлем.